Саламатсыздар ма? Бүгін бізде сүлікте қонақта апамыз келіп отыр. Бетке сүлік қоямыз. Апамыздың бетіне сүлік қояйын деп жатырмыз. Мына нелерді көрбастар ма? Мына бұл жара деп жараға да жатпайды. Рацаялла деп аталады бұл. Қазақшасы розовый угрей, өзбекшесі пүшті угрей дейді оны. Пүшті құсымбызар дейді. Енді бұған точкаларына. Бұл негізі бар ғой, неден келіп шығады десеңіздер, бұның көбінесе нервтен. Кейін қан нервтен, қан жүрмегеннен болады, ауа райына байланысты болады. Бұл әсіресе көбінесе көктемде, көктемде күн ысыған кезде пайда болады. Ал кейін өзі жайлап жоқ болады. Бұл апамыз негізі әр жылы қойдырады сүлікті. Осындай кезде. Кейін апам мынағанда қойдырам дейді. Бұл мынау білесіздер ғой, бұл қан қоюланғаннан кеп шығады осындай. Қан қатып қалады ғой, қан қатып қалған жағдайда тура осындай точкалар кеп шығады. Қазір осығанда қойып бер дейді, осығанда қоямыз, Құдай қаласа. Енді біз қай точкаға қоямыз? Бұл жерде тура мына жерге қоямыз. Тура мына точкаға. Осы точкаларға қоямыз. Осы жердегі точка и мына жердегі точка. Біз әр бірінен точкасы болады. Білесіздер ғой, кейін мына жерге қоямыз. Осы жерге қойсақ, өзі сүліктеріміз өз несін жібереді. Жібергеннен кейін, сүлікейлерін жібергеннен кейін жайлап, мына беттерге өзі не қылады, жайылып. Мына бірінші сүлігіміз қойдық. Тура мына точкаға жабысты. Точкасына жабысты. Енді екінші точкаға жабыстырамыз. Ашып жатыр ма, апа? Мына екінші точкамызға да сүлігіміз жабысты. Сәл ана сүлікті сәл не қылды. Мына сүлік түспей тұрсын сәл үлкені. Мына үшінші сүлігімізде жабысты. Так. Жабыстырып қойдық. Тура мына точкаға қоямыз ғой. Бағана сізге көрсеткендерімдей. Қалға. Бұл қалды неден пайда болатынын білдіңіздер ғой. Бұл негізі көбінесе қан қоюланып кетеді ғой, қатты. Сонда осындай не болады. Кейін бауырға дақ түседі ғой, бауырларға өстіп дақ түседі, өт майланады. Сол кездерде де тура осындай бетке белгі береді. Бетке емес енді полный, кейбіреулерді қолға, денеге де осындай тасады. Бұның себебі сол, бауырға май басқан кезде, өт толған кезде, қан қоюланған кезде, нервтен көп қой. Міне қараңыздар, қандай тартып жатыр, көрбас па? Ойнап тартып жатыр ғой, братала. Рахаттанып. Мұнаусы да. Қараңыздар. Енді мына сүлігіміз уже кәдімгідей дәу беріп жатыр. Көрбас па? Тартып жатқанын қарасаңыз. Арам қандар да жатыр десе. Арам қандарды, Мынау да, мына точкамызға да жабысты. Жай. Болды жайлап, қазір тартуға кіріседі. Өзіне бірінші айтқанымдай сүлекейлерін жіберіп алады. Бұның сүлекейінің өзінде 165 витамин бар ғой. Білсеңіздер. Мынаны көрбастар ма? Уже болар да түсуге шақ қалды. Уже тойын батыр болар. Тартып атқанын көрбасқан. Керемет. Мына сүліктеріміз уже түсейін деп жатыр. Мына уже түсті, тойынып қараңыздар. Қараңыздар, уже қанды да қараңыздар. Қанның цветін қараң. Кәдімгідей әдем болып тұр. Кәдім сұйық қан болып тұр. Енді бұны аламыз.
сырасын пакетке саламыз өзінің ыдысына. Мынаны тартып атқанын көріп ма? Уже қараңыз, бұл қандай уже толып қалды, уже дәу боп. Кейін жаңағы жабыстырғанымыз кішкентай еді ғой. Мына қараңыз, уже қай жерге келіп қалды. Енді барлық үш бағанағы қойған үш сүлігіміз, үш точкаға қойған сүліктеріміз түсіп қалды. Орнын қараңыздар. Сүлік түседі ғой, түскеннен кейін ешқандай сықпаймыз, басқа қылмаймыз. Өзі шыққанша шығады қан. Міне, тура осылай бастырып қоя саламыз. Егер қан толып баратса, несін орнына мына мақтаны басқа мақтаға ауыстырамыз. Онша толмаған. Сосын мына жердегі де қан қараңыз, қандай сүйіліп қалды уже. Құдай қаласа мыналар да жайлап кетеді. Сосын мынаны қарасаңыздар, тартып атқан. Не деген керемет, қуанып тартып атыр ғой. Бұлар қаншалықты арам қанды көрсе, соншалықты не боп, мәз боп ішеді ғой. Қарын тояды. Мына көрдіңіздер ғой, уже қаншалықты дәуерді мына сүлігіміз. Уже түсуге дайындалып жатыр. Қойған кезімізде кішілеу еді бұл. Енді дәуерді. Құдай қаласа, жақсы болып кетесіз, апа. Ем болсын. Міне уже соңғы сүлігіміз түсті. Қараңыздар, қандай дәу болды уже бар ғой. Қарасаңыздар, дәу болып кетті.